2020 жыл Қазақстанда ғана емес, жер жаһанда коронавирус пандемиясы өршіген кезең. Мемлекет басшысының жарлығымен волонтерлар жылы аталды. Мамандардың есебінше, жауапты әрі сындарлы сәтте елдегі волонтерлық ұйымдар 3 есе көбейген. Белсенді еріктілер тізімі 4 есе кеңейді. Сол тұста волонтерлардың ел экономикасына тигізген үлесі 3,9 миллиард теңгені құраған. Олар әлбетте бар күшін денсаулық сақтау және әлеуметтік салаға жұмсады. Осы еріктілердің 12% абаттандыру және тазалыққа атсалысқан. Экологиялық білім беруде назардан тыс қалмады. Біз осы ЮНИСЕФ пен Қазақстанның ұлттық волонтерлік желісінің атынан осы карантиннің кезінде онлайн түрде Қазақстанның көптеген мектептерінде сабақ жүргіздік. Осы кәдімгідей сынып жұмыс сияқты, сынып класс сияқты өткіздік. Сонда сабақта презентацияларымызда айтатын болдық. Экология жалпы біздің теріс істеріміз қалай экологияға өзінің зиянын келтіретін, онымен қалай біз күресе алатынымыз жайлы барлығын соны түсіндірдік. Оқушылармен сұрақ жауап ретінде, ойын ретінде сабақ өткізгенбіз. Енді қазір ақырындап офлайн түрде де сабақ өткізіп жатырмыз. Еркін ойлы жастар мейірімнің шегі жоқ дегенге сенеді. Олар ЮНИСЕФ сынды халықаралық ұйымдармен тығыз байланыс орнатқан. Жастар алауы қоғамдық бірлестігі Қазақстан бойынша жұмыс істейді. Ондағы 100 волонтер көпшілікке экологиялық өнеге көрсетіп жүр. Мен ойымша балдарға қолдау керек деп ойлаймын, себебі олар экологиялық белсенділік, жалпы экологиялық активизм не үшін қажеттілігін түсінбейді. Жалпы ол тәрбие барлығы отбасыдан басталғандықтан біз шағын орталардан бастап, кейін оны жаңа деңгейге жеткізе аламыз. Мысалы, егер біз отбасыдан бастап, кейін мектеп аясында ол тәрбиені жүргізетін болсақ, онда кейін біздің барлық жас ұрпақ экологияға деген қызығушылығы арта түседі. Елдегі 120 мыңға жуық ерікті қоғам игілігі үшін тегін қызмет көрсетеді. Әрине, волонтерлықтың бағыты сан түрлі. Бірақ мақсат біреу. Табиғатқа, қоршаған ортаға, адамзатқа ең әуелі өзіңе жанашыр болу. Қазіргі таңда біз қоғамдық бірлестік құру арқылы 200-ге шамамен эко-волонтерлерді біріктірдік. Осы эко-волонтерлер түрлі іс-шараларға қатысып, эко-субботниктер, түрлі эко-жиындар өткізіп, өздерінің үлестерін қосуда. Ең алдымен экологиялық волонтерлік дегеніміз не? Ол экологияға деген жанашырлықтан басталады. Сол себепті әрбір бала, әрбір жас буын экологияға деген жанашырлығын, қоғамдық жұмыстарға деген белсенділігін көрсетіп, өзінің үлесін қосып жатыр. Жаста болса, бас болып замандастарын табиғатты аялауға шақырып жүргендер көп екен. Назым Мағауия менторлықпен айналысады. Ол құрған шағын қауымдастықта шынайы экология жанашырлары жиналған. Бас қосулар танымдық кино көрумен де әспеттеледі. Оның өзіндік мәні бар. Біз кино көреміз, көбінесе ол ішінде экологиялық документальный фильмдер түсірілсе, соны көреміз. Бірге одан кейін адамдармен бірге жиналып, столды, орындықтарды домалақ етіп құрып, одан кейін өзіміздің ойымызды бөлсеміз сол фильм жайлы. Қандай экологиялық проблемаларды бөлісті сол фильмде, одан кейін қалай оны бізде Қазақстанда істей аламыз деген сияқты қызықты жайларын айтамыз. Біріккен ұлттар ұйымы биыл әлемде орман өрті көбейетінін болжады. Климаттың өзгеруі, ауаның ластануы, биоәртүрліліктің жойылуы, мұның бәрі қоршаған орта үшін оңай сын емес. Бірақ адамзат санасы мұны әлі де түсіне қойған жоқ. Сондықтан жастардың қолға алған бастамасы өзекті. Баста ойлаған едім, ода көп жиналады деп. Бірден салған кезде бір көп 30-40 адам болатын шығар деп. Бірақ мысалы кино қараған кезде де 15 адамдай жазылады, ішінен бір болады 8
7 адамдай жиналады. Мысалы, кеше экотренинг болды, сол жерде 20 адамдай болды. Мысалы, 15 адам офлайн келіп отты, онлайнда 5 адам отырды. Эко-волонтерлар үлкен жауапкершілікті арқалап жүр. Нәтижесіз емес, бірақ экологиялық тәрбие әріден басталу керек дейді. Ол әр отбасыдан басталу керек деп ойлаймын. Әр кішкентай баланың өзі білу керек, қалай не істеу керек, мына қоқысты қай жерге шашу керек, қалай сұрыптайтынын көрсетіп тұра оны. Ол ғана қоқыс қана емес, жалпы мына суды үнемдеу жайлы, электрді үнемдеу жайлы барлығын кішкентай кездерінен бастап соны айтып үйрете бастасақ, әр отбасынан басталса, ол бүкіл Қазақстанымызда сол экологиялық білім жақсы болар еді деп ойлаймын. Статистика комитетінің дерегіне сүйенсек, волонтерлар жыл сайын қазынаға орта есеппен алғанда 3,2 миллиард теңге түсіреді. Бұл үшін түрлі жобаларға қатысып, бағдарламалар ұсынып отырады. Онлайн шаралардың да тиімділігі орасан. Экожаст бағдарламасы өзі ең жаңа бағдарламаларымыздың бірі. Бұнда біз Қазақстанның көптеген мектептеріне, яғни Астана, Көкшетау, Қарағанды, қателеспесем Теміртау қалаларында мектептерге қарапайым оқушыларға келіп сабақ өткіземіз. Жаңағыдай айтамыз, жалпы қалай істеу керек екен, үйде қалай, пластиктің түрлерін айтамыз, қалай біздің зиян келтіретінімізді, қалай оны одан экологиямызды аман сақтап қалу керектігін, барлығын қоршаған ортаға байланысты барлығын түсіндіріп айтамыз. Одан кейін балалармен ойын жүргіземіз. Білім берудің жан-жақты болғаны жақсы. Елімізде эко-волонтерларды дайындап, олардың дамуына жағдай жасап отырған оқу орындары жоқ емес. Назарбаев университеті ашылғаннан бері біз жасыл технологиялар бағытында және сонымен қатар парниктік газдарды төмендету және қоқысты сұрыптау бағытында жұмыс жасап келе жатыр. Және де осы үлгіні біз желілер арқылы көрсетіп, түрлі оранжереялар ашып, және сонымен қатар энергияны үнемдейтін арнайы технологиялар ұйымдастырып, біз жастарға үлгі болып жатыр деген ойдамыз. Және жастар оны келіп көре алады, және ондай шараларды өздерінің мектептерінде, университеттерінде бастай алады. Нақты айтатын болсақ, ол бізде Green Campus жобасы, және Green Campus жобасы аясында біз түрлі жобаларды іске асырамыз. Мысалы, егер балалардың потенциалында жоғары балалар болса, олар экологияға қатысты түрлі жаңа жобалар ойлап табатын болса, онда бұл Green Campus оларға көмек көрсетеді және өздерінің жобаларын жаңа деңгейге жеткізуге жәрдемдеседі. Мемлекетте волонтерларға үміт артып отыр. Волонтерлықты қолдаудың жол картасы бар. 2023 жылға дейінгі құжат негізінде құны 528 миллион теңге болатын 40 жоба жүзеге асуы тиіс. Оның нәтижесін уақыт көрсетеді. Әзірге жастардың айтары бар. Егер осындай эко-просвещение тәрбие болмаса, ондай ізденіс не үшін, неге болып жатыр, не болады деген сұрақтар адамның ойына келмесе, онда әр адамға, онда жаман болады әрине. Жаңа документальный фильмдерді қараған кезде үлкен қорқынышты нәрселер көрсетіліп жатады. Мысалы, біз бірінші кездесуімізде «Цена реальной моды» деген фильмді қарадық, киім қалай шығады, ол үшін кім тігеді, қандай материалдарды, қай жерден шығып жатыр, оның соның бәрін қарадық. Сол кезде кейбір адамдар болды, көзден жас алып, жаңағыдай енді көп киім алмайтын болдым ғой деген сияқты қылып. Ұлттық волонтерлық желі аясында біргеміз таза әлем жобасы жүзеге асып жатыр. Онда өзен суларды тазалау, жануарларды қорғау, эко-бақылау, эко-сана, тұрмыстық қатты қалдықтарды сұрыптау, көгалдандыру сынды міндеттер орындалады. Бастысы жастар арасында эко-волонтерлыққа қызығушылық артып келеді. Мамандар эко-ұрпақтың ғаламды құтқаратынына сенімді.